Төтенше жағдай департаменті мен медициналық апат орталығының мамандары ұстаздар қауымына алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша семинар өткізді. Әзірге тек облыс орталығындағы ұстаздар қауыммен жүздесіп жүрген мамандар алдағы уақытта аудан орталықтарына да барып семинарлар ұйымдастырмақ. Олар жиында тек дәріс оқып қана қоймай, түрлі жағдайда жедел медициналық көмек көрсетуді тәжірибеде байқатты. Олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шаралар денсаулық, білім беру және ішкі істер министрліктерінің құрған жоспарына сәйкес атқарылуда. Бұл тармақтың басты мақсаты бұл педагог құрамның балаларға бірінші көмек көрсетуі. Бірінші көмек көрсету бұл әртүрлі төтенше жағдайларда, мысалы өрт кезінде балалар түрлі жарақат алған кезде қандай көмек көрсету керек, сол дағдыларды үйретеміз. Содан кейін балалардың мысалы бір химиялық заттармен уланып қалған жағдайында, я болмаса балалардың бойындағы кішке бір аурулары қысылып қалған кезде, демала алмай қалған кезде жанында жүрген педагог құрамның қалай көмек көрсетуін көрсетеміз.